Келесі құттықтау сөз кезегін мен Оразгүл апайымызға берсек деп отырмын. Есенкүл Мұхтарқызы, үлкен рахмет айналайын. Өте қатты ризамын. Мен естіп тұрсыңдар ғой? Табиғи дауыс жақсы. Мен өте қатты толқыдым, мынау өтірік емес, бірінші жазып қойдым мен Даушал Жанбайқызы сөйлегенде. Қазақ тіліндегі мектеп көп, ұлттық мектеп жоқ. Қазір осыдан бастаймыз. Яғни біз ойлас, бауырлас, туыстас адамдарымыз. Сол осынша туған тапқаныма қуанып тұрмын бүгін. Кейде осы ұлттың әңгімесін, тілдің әңгімесін айтқан кезде өзіңе ойлас адамдар таба алмай қатты қиналасың. Бүгін бір керемет сондай күн болып тұр. Біз негізгі жұмысымызды осыдан бастауымыз керек. Мен қазір Республикалық мәдениет және спорт министрлігі деген министрлік бар. Ол министрліктің тілдер дамыту және қоғамдық келісім деген комитеті бар. Сол комитеттің Шайсұлтан Шаяхметов атындағы әдістемелік үйлестіру орталығы бар, тіл орталығы. Сол орталықтың бастығы Тілешев Ербол деген, ол да осы Алаш десе түнеқұсын 4 болатын, алаштықтарды зерттеген, алаштықтардың еңбегін жазған азамат, мен ізбасарым, өзіммен бірге мен Астананың тіл басқармасын басқарғанда ол руханият орталығында болды. Мен депутат болып жүргенде осы Шаяхметов атындағы орталыққа барды. Қазір сол орталықтың директоры, мен соның кеңесшісімін. Мен сол жерде жұмыс істеймін. Сол Ербол екеуміздің биыл бітірген, өткен жыл болды ғой, ең үлкен жұмысымыз Ахмет Байтұрсыновтың туған күніне мынау тілді жұртқа ендіру үшін, жұртқа сендіру үшін, жұртқа иландыру үшін, оның мынау жаңа технологиясымен болу үшін біздің орталық, Шайсұлтан Шаяхметов атындағы орталық, латын әріппемен жазсаңыздар, тіл әлемі деген портал аштық. Өйткені қазір жаңа айтып отыр ғой, кітап жоқ деп. Шын мәнінде кітаптар 1000, 2000 мен шығады, ол кімге жетеді? Бұрынғы кітаптарды, ол алаштың кітаптарын шығарып атқан өте аз. Сондықтан сіздердің бірінші жазып алатындар. Мен енді ауыздарында мені тыңдамаңдар, мен сендерге өтініш жасам, соны жазып отырмын. Біз енді бір үйдің баласымыз деп ойлаймын мен өзімше. Осы неге қатысып отырғаннан. Сондықтан сол тіл әлемі деп латынша жазсаңыздар ашылады портал. Сол порталға мен Наушал Жанбайқызына қасында отырып айтып отырмын. Бүгінгі мақалаңызды, осы ой дертіңіз толық жазылған мақалаңызды сол порталға салыңыздар деп. Сіз де баяндамаңызды толықтырып, ойыңызды, жалпы барлықтарыңыз соның ішінен ойлар. Өйткені біздің үндестеріміз, біздің бауырластарымыз, біздің қолдайтын азаматтар республикада көп деп ойлаймын. 25 жылдың ішінде барлығы жүр, олар бірін-бірін табамай жүр. Осы біздің портал арқылы бір-бірімізбен табысайық. Келістік па? Бар ойларыңды осында салыңдар. Жаңағы мен кеш келдім, көре алмаған 52-ші мектептің балаларын, кім бар 52-ші мектептен? Жақсылап видеоға түсіріп, мөлдірменен байланысты. Сол видеоны сол порталдың ішінде. Көз шұқырлар көретін шығар, біреу болмаса біреу. Сол ішіне салып қой, мақұл ма? Барлықтарын, келген мектептер, барлық бағдарламалар. Жалпы не жаңалықтарың бар осы арқылы. Сондықтан біздің басты ұранымыз Қазақстан мемлекетінде ұлттық мектеп ашу болу керек. Онсыз болмайды. Мен енді Назарбаев зияткерлік мектебін жақсы да демеймін, жаман да демеймін. Кезінде ашты, кезінде мұғалімдер таңдап алып оған бағдарлама жасады, оған таңдаған мұғалім, таңдаған оқушы алды. Мен ол мектеп туралы бір сыртынан бір нәрсе айтып тұрған жоқ. Менің ең тұңғыш немерем сол мектептің оқушысы. Сондықтан ол мектепте біздің ұлттың болашағын, елбасының мақаласында айтты ғой енді.
бізге 25 жыл берді, 26 жылдан кейін айтқаны орындалмай жатқаннан кейін мақала жазды елбасы. Оны болашаққа бағдар рухани жаңғыру деп айтыр. Ол жерде ұлтты рухани жаңғыртатын бағдарлама жоқ. Менің басымды қазір кесіп басады. Дарын мектебінің басшылары маған өтінішпен шықты. Апай, балаларым біздің мектепке береді, бірақ менің ата-аналарым бәрі жастар болғанда, мынандай жастар, бәрі ағылшынша біледі, орысша біледі, істеген жұмыстарында нандарын орыс тілінде тауып жүргендер, соларменен бір жұмыс істейікші деп, мен солармен жұмыс істеу үшін бірінші оқушыларын шақырдым. Сөйтіп 5 пен 11 сыныптың арасындағы оқушыларды осындай бір аудиторияға шақырып сөйлескенде бала деген ақ қағаз ғой, оларда періште ойындағыларын айтты. Мен қайтып сөйлегенде көрініп тұр. 80% қазақ мектебінде оқиды, мынау жаңағы арпа епиясының барлығы бұралып тұр да бір жағынан. Менің анам менен орысша сөйлеседі. Біздің отбасымыздың тілі орыс тілі. Мен ғана келіп мектепте жаңа 4 сағат қазақша сөйлегеннен не шығады мен? Ойын айтты. Ол сабақты мүмкін жаттап алып келіп айтатын шығар, бірақ оның ойлауы, оның дамуы, оның рухы, мен классиканы оққан жақсы көремін. Қазақ тілінде жақсы классикалық шығармалар жоқ. Сондықтан мен ағылшын тілінде шынын айтып тұр. Одан қандай ертең ұлттық кадр шығады, біздің рухымызды жаңғыртатын кадр қайықтан шығады ол баладан. Сосын ертеңіне олардың ата-аналарын шақыр. Ығай мен сығай, өңшең жұлдыздар, әр саладағы. Солармен сөйлескен кезде олар да шындығын айтты, олар да мойындайды, олар да қазақ болғысы келеді, олардың да рухани жаңғырғысы келеді, бірақ келтірмей тұр. Өздерінің оққан балабақшасы, өздерінің оққан мектебі, өздерінің оққан жоғарғы оқу орнында бұның ешқандай алаштың иісі жоқ. Сондықтан Аллаға мың қайтара шүкір тауба дейміз. Ештен кеш шақ дейді, мен ұрсып жатырмын мына кісіге. Мен баяғыда Астананың тіл басқармасын басқарғанда қайда қалдыңыз? Келгенде осы бүкіл Астананың мектебіне енгізер еді ғой. Бірақ дегенмен мен сол мектепте немерелерім оқиды, 66-шы мектепте, сол арқылы таныстық. Мен содан бері ол кезде депутат едім, бұл кісінің барлық шараларына негізінен қатысуға тырысып жүрмін. Бұл кісінің ең ұтымды жері ұлтты ұлт ету үшін бізге не істеу керек дегенде, ол педагог па, педагог емес па, біреуі дәрігер, біреуі инженер, біреуі басқа маман. Жаңа айналып кетейін, балалар айтты ғой сөздерін. Бізге ұлтқа қызмет істейтін адамды тәрбиелейтін әңгімені айтқан Алаштың арыстары. Науша Алжанбай қызының ең кереметі бұл кісінің тірелген тіреуі Алаштың арыстары. Алаштың арыстары ешкімнен үй сұраған жоқ, ешкімнен көлік сұраған жоқ, ешкімнен қызмет сұраған жоқ. Керек болса берген қызметін айтты. Өлсек өліп кетейік, бірақ ұлттың ұлт болып сақталынатын жазып, айтып, жоқ болса өздері отырып жазды. Сондықтан мен сендерге айтайын деп отырғаным. Бізге енді шаршау деген болмау керек, сенбі жексенбі деген болмау керек. Мінеки бүгінгі тіршіліктерін енді барып тұрған жанкештілік қой, жан жақтан келіп жексенбі күні конференция өтті. Міне ол кісілер осылай жұмыс істеді. Мен енді мынау оңтүстік Қазақстан облысының облыстық партия комитетінің идеологиясында жүрген кезде тек қана Целиноград, тек қана Алматы емес қой орыстанып келген. Шымкенттің қазағы көп, Шымкентте орыстанып кеткен. Көшесінің бәрі орысша еді, мектебінің атының бәрі орысша еді. 7-ші мектеп, бірақ мектеп қазақ мектебі еді Сыпатаев атындағы. Қалғанның барлығы орыс тілді мектеп еді. Соларды қазақыландыру кезінде мен сол жерде істедім, облыстық партия комитетінің идеологиясын. Сол кезде қазақ мектептерін ашып, қазақ мектептеріне алаш арыстарының атын беріп, сол кезде көзі тірі алаш арыстарының ұл қыздарын сол мектептің оқушыларымен кездесу өткіздім. Алла маған сондай бақты бұйырды. Сонда солардың айтқаны, біздің әге Жүсіпбек Аймауытовтың қызы, Ахмет Байтұрсыновтың қызы Шолпан апаймен 50-ші мектепте, Жүсіпбек Аймауытовтың ұлы Бектұр мен Гүлсіммен 64-ші мектеп шымкенттіктер өшірді отырса, біз сол барлық мектептермен
Тұрар Рысқұловтың қызы Сәуле апаймен 25-ші мектепте. Жаңа ашылған мектепке солардың барлығы, сонда солар әкелерінің кешке шейін халықтың жұмысы, елдің жұмысы соны істеп келіп, кешке бізге мәсі тігіп беретін деді. Ол Алаш арыстарының өмірі. Сондықтан біздің егерде болашағымызға, бәсекеге қабілетті маман тәрбиелейміз десек, кез келген ұлттың алдында жасқанбай, именбей, мен қазақпын, менің ұлтым сенен кем емес, сенен мықты дейтін жас тәрбиелеуіміз керек. Ал ондай баланы, ондай келешек шәкіртті тәрбиелеу үшін бізге солардың рухымен, солардың тәліммен, солардың бағдарымен жасалынған мектеп керек, ұлттық мектеп керек. Жаңағы мен айтып отырған қазір бір нәрсе десе біздің министріміздің кез келген жауабын естсек, қазақ тіліндегі мектеп көп дейді. Иә, көп. Ол қазақ тіліндегі мектепке келген бала жаңағыдай жанкешті болып жүр. Әйтеуір қазақша білсінші деп, өзі білмесе де ол тілдегі мектепке беріп отқан ата-анаға рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Олар не дейсің енді? Мен білмедім, мен сорлап қалдым деп қазақ тілінің келешегіне сеніп баласын беріп отыр. Бірақ ол мектептің бағдарламасы да оның баласын өзі жақсы бала дейді. Әкенің есіктегі басын төрге сүйрейтеді. Енді басқа жағынан әкесі керемет шығар, министр шығар, депутат шығар, кәсіпкер шығар, бай шығар, бар шығар. Бірақ ұлтқа келгенде оның басы есіктің алдында отыр. Сол әкесі мен шешесінің, ғасырдың, заманның құлы болған әке шешесінің басын төрге сүйрейтін рухты бала тәрбиелейтін мектептің бағдарламасы жоқ. Сондықтан сендер мен бізге егер шын мәнінде ынты-шынтыларың мен қолдағыларың келетін болса, апаларыңды, онда бүгіннен бастап белді буып, біз өзіміздің алдымызға енді көп, қанша жыл болды? 8-ші конференция деді, мұғалімдердің 8-ші. 8 деген өзі мәңгілік деген сөз. Сондықтан осы бүгіннен бастап белді буып, не істеуіміз керек? Бізге не керек? Сөзден іске өтетін конференция болса деген үлкен тілегім бар. Бірінші тілегім. Сондықтан әрқайсың, біреуің физика пәнінің мұғалім, біреуің химия, біреуің биология, біреуің ағылшын, біреуің орыс тілі болғанымен бізде бірақ нәрсе болу керек. Қазақстан мемлекетінің елбасының мақаласына сәйкес келетін ұлттық мектебінің моделін жасау. Келе ма қолдан? Келе ма? Құдай сізге күш қуат берсін. Алла сізге денсаулық берсін. Екеулерін екі жақтан тағы білмеймін, енді кімдер бар, кімдер жоқ, командаларың. Сен мынаны істейсің, сен мынаны істейсің деп ылжа-ылжағы бөліп, ертеңгіне біткеннен кейін маған бір ұсыныс дайындап берулеріңіз керек. Шама шарқымыз жеткенше біз сол ұсынысты ары қарай алып баруымыз керек. Келісеміз осыған? Біз мынау неміздің бар, неміздің жоқ екеніміз Науша Алжанбайқызы алдымызға нақты айтып берді. Мен содан бастайым деп отыр едім. Менің алдымда менің атымды бекерге Мұхтар қоймаған деп Мұхтар Шаханов айтқандай, Мұхтардың қызы кереметтегі айтып берді. Жалпы мен жақында ғана осы мақала шыққаннан кейін Астана қаласының тілдер дамыту басқармасының және жастар саясаты басқармаларының, ішкі саясат басқармаларының өтінішіменен 7 орта және арнаулы оқу орындарында болдым. Мақаланы талқылау бойынша. Әскери бөлімде болдым. Мектептерде болдым. Менің жағамды ұстағаным, мен оларға мақаланы айтуға барсам, сендер мақаланы оқыдыңдар ма десем, бірде-біреу оқымаған. Енді оқимын деген адамға интернет бар, сайт бар. Мына мида жоқ та оқу керек екен. Ананы саған айтып отыр. А сен оны орындау үшін оқуың керек қой, не айтып отырған? Оқымаған. Ал енді оқымасаң, мынау рух жаңғыру үшін, мысалы, керемет жаңа айтылды, Алаш арыстарының сөзі. Мен оны қайталамай-ақ қояйын. Адамда тән бар, адамда жан бар. Тіл деген адамның жаны. Рух сол жан арқылы пайда болады. Сондықтан сенің рухыңды оятатын
Мұқағали Мақатаевтың үш бақыты деген не деп сұрасам, жаңа мен барған аудиторияларда видеоға да түсіріп, неге де түсіріп жатыр ғой, бір бала Мұқағали Мақатаевтың үш бақытын жатқа айта алмайды. Мұхтар Шахановтың 4 анасын білмейді. Міне жаңа қазақ тілі мектептің мен барып жүрген жартысы солар ғой. Сондықтан өте бір керемет кешенді сатылы оқуыңыз өте бір керемет нәрсе. Сондықтан біз соны оқытатындай бағдарлама болу керек. Сол Дарын мектебіне де, сол мектептің қазақ тілі кафедрасына мен өтініш жасағам. Мен бұдан бұрын Евразияға да депутат болып жүргенде ұсыныс жасағам. Менің көптен келе жатқан соны айтып берем ғой. Евразияға бердім, гуманитарный колледжден сұрадым. Әйтеуір осымен, бірақ олар сіздер сияқты емес. Сол күйінше қалды. Ұлттық мектептің моделін жасайық себеп біреуі келді, екеуі келді. А мен қазір көріп отырмын, бұл жерде жан-жақтан және әртүрлі пәннен осыны түбегейлі алашты танысқан мұғалімдер екенсіздер. Әлі де оқымағандарыңызға мен жаңа айтып қойдым, ұсыныстың біреуі сол алаш арыстарының толық жинағын шығар деп жазуымыз керек министрге. Барлық мектептің кітапханасында тұру керек деп. Өйткені